Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен кез келген тағамға қосылатын қоспа, яғни заправка дайындайтын боламыз. Үй жағдайындағы өте дәмді томат дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз сімлях деп ең алдымен қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге қызанақ қажет болады, жақсылап жуып тазартып аламыз. Түрлі түсті болгар бұрыштары қажет болады. Сонан соң мен осындай жандық қосамын. Баклажкаға тұздалып жабылған свежий түрін қолдансаңыздар да болады. Ең алдымен қызанақтарымызды бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп кесіп аламыз. Керекті заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қызанақтарымыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Енді түрлі түсті болгар бұрыштарымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үлкен, кіші етіп кесіп алсаңыздар да болады. Енді қатты отта қызып тұрған майымыздың үстіне кесіп дайындап қойған қызанақтарымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Мінекей қызанағымыздың өзі 15-20 минуттың көлемінде қайнады. Енді осы қызанақтың үстінен кесіп дайындап қойған болгар бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Болгар бұрыштарымызды салып, бір көтеріліп қайнап шыққаннан кейін үстінен бағанағы жандуымызды салқын суда жақсылап бір шайып жіберіп, үстінен салып, жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минуттың көлемінде қайнатамыз. Мінекей 5-10 минуттың көлемінде қайнады. Енді дәміне қарай тұз және кішкене қант салып, жақсылап араластырып 2-3 минут қайнатамыз. Бұл томатты ұзақ уақыт қайнатпаймыз. Ұзағымен 30-40 минуттың көлемінде дайын болады. Мінекей, осымен біздің үй жағдайындағы қоспа томатымыз дайын болды. Енді банкаларға салып, жауып қысқа сақтай берсеңіздер болады. Мен осындай кішкентай банкалар пайдаланатын боламын. Ішіне кішкентайдан су құйып, микроволновкада 5 минуттың көлемінде қайнатып, парлап аламын. Кейін ішіндегі суларын төгіп, томатымызды салып, қақпақтарында міндетті түрде ыстық суда бір қайнатып, жабатын боламыз. Томатымыздың барлығын банкаларға салып жайғастырып алдық. Енді қақпақтарында міндетті түрде ыстық суға бір қайнатып, қақпағын жауып, қатты ашылмайтындай етіп, бұрап жауып аламыз. Сонан соң томаттарымызды, банкаларымызды керісінше төңкеріп қойып, үстін жылы одеялмен жауып, бір тәулікке қалдырамыз.
бір тәуліктен кейін бөлме температурасына қойып қысқа сақтай берсеңіздер болады. Қыстың күні кез келген тағамға, әсіресе лагманға, гампанға қолдансаңыздар өте таптырмас дәмдеуіштердің бірі болып есептеледі. Осымен біздің қысқа арналған үй жағдайындағы томатымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, маған рахмет айтатын боласыздар. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де комментарий бөліміне пікір жазуды да ұмытпаңыз.